Бәріне сәлем. Бүгінгі сабақта біз айнымалылардың типтерін қарастырамыз және айнымалылармен жұмыс істеп үйренеміз, f-string және тағы да басқа қызықты тақырыптарды қарастырамыз. Pythonда деректер типтерінің көп түрлері бар, бірақ біз жиі қолданатындарын экранда көріп отқандарыңызды ол string, integer, float, boolean. Stringқа келетін болсақ, алдыңғы сабақта біз оны қолданып үлгердік. Ол жай ғана кез келген көлемдегі текст. Келесі integer ол бүтін сандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және тағы да басқа үлкен сандар кете береді. Мына қарап отқандарыңыздай нижний пробелмен осылай өздеріңізге визуалды түрде ыңғайлы болатындай, мысалға үлкен сандарды 12327, 120, 3357 деген сандарды осылай нижний пробелмен бөлсеңіздер болады. Бұны жазсаңыздар да болады, жазбасаңыздар да болады. Бұл қате болып есептелмейді. Келесі float, бұл жаңағы жылжымалы нүкте. 12,6, 46,7 деген сияқты сандар. Boolean бізде екі состояние ғана болады. Ол true және false, ақиқат және жалған. Деректер түрін анықтау үшін бізде Pythonда арнайы функция бар, type деген. Соны қолданып көрейік. Ол үшін алдыңғы сабақта жасаған main.py-ды сақтап қойсаңыздар болады. Жаңа файл создавать етейік. types.py. Мысалға number деген айнымалы береміз. Оның ішіне 12 деп жазсақ. Консольға біз print арқылы шығарамыз, естеріңізде болса. Print. Келесі type деген функция. Оның ішіне біз өзіміздің айнымалын жазамыз. Ол number. Осы кодты запускать етсек, Python types.py. Көріп отқандарыңыздай класс int деп бізге integer қайтарып отыр. Осылай біздің айнымалының типтерін осылай тексеруге болады. Және де біздің типтер қатып қалған емес, олардың типтерін ауыстыруға болады. Алдыңғы сабақта бізде қате туындады конкатенация кезінде. Жалпы stringті біз integerға екеуін бірге қоса алмаймыз деп. Ол қатеден арылу үшін бізде мысалға санды stringқа айландыру үшін бізде жалпы string деген функция бар. Мысалға келесі жаңа айнымалы қосайық, number text деген. Енді біз str функциясын қолданамыз да, оның ішіне біз жаңағы number'ды береміз. Енді осының тип данық тексеретін болсақ, жаңа number тексергенге бізде int берді ғой. Қазір енді number text тексерсек, бізде нәтижесі string болу керек. Көріп отқандарыңызда бізге string қайтарды. Енді алдыңғы сабақтағы қатені біз оңай өзгерте аламыз. str арқылы, str плюс жасақ, ол бізде қате болмайды. Программа сәтті аяқталды, қатесіз. Енді біз керісінше integerді stringқа айландырдық қой. Енді керісінше stringті аламыз да integerға айландырамыз және оны математикалық функцияда қосып көрейік. 12,5 деген сан. Енді мысалға қаратын болсақ, 10 қосылған. Бізде қазір number деп жазсақ, бізде қате пайда болады. Өйткені біз жалпы stringті integerға қоса алмаймыз. Ол үшін біз stringті integerға айландыруымыз керек. Яғни integer емес, қазір бізде жылжымалы нүкте болғаннан кейін, бұл бізде жаңа айтып өткендей float. Яғни floatқа айландыру үшін біз float деп жазамыз. Екеуінің қосындысы нәтижесін қазір көрейік. Clear мен консольді тазалаймыз. Python types'ті запускать етеміз. Қатесіз, көріп отқандарыңыздай бізде жалпы string бергеннің өзінде де бізде floatқа айландырып, біздің математикалық функция сәтті орындалды.
Енді бізде екі сан берілсе және оны стрингқа айландырып қосса, қандай нәтиже пайда болатынын көрейік. Нам 1-іміз біздің 12-ге тең, нам 2-іміз 20-ға тең. Print str нам 1 қосу str нам 2. Жалпы көріп отқандарыңыздай нәтижесінде бізде математикалық функция емес, конкатенация орындалды. Және Python'да біліп жүрген тиісті нәрселердің бірі ол, мысалға бір берілген мәтіннің бір әрбін алып шыға аламыз. Name десек, айнымалы. Бізде мысалға дидар делік. Бізде осы айнымалының ішіндегі бір әрбін алып шығу үшін біз тік жақшаның ішіне индексін немесе оның позициясын санын береміз. Бізде программалауда индекс 0-ден басталады. Жалпы мысалға d әрпі ол бізде 0-ге тең. Қарапайым өмірде бұл бірінші әріп болып есептеледі, бірақ программалауда бұл 0. 0, 1, 2, 3. Біз a әрпін алу үшін 3-ті жазуымыз керек. Принтқа шығарып көрейік. Name тік жақша 3 десек, қазір бізге консольға a әрпін беру керек. Осы видеода көргенді бекіту үшін осы тапсырманы орындап көрейік. Бізде string типті айнымалы бар. Оның ішінде кез келген ондық бүтін сан бар. Мысалға, нам тең апострофтың ішіне 15. Осы айнымалының бірінші және екінші символының қосындысын табу керек. Мысалға, 1 қосылған 5 тең 6-ға деп. Кішкене ойланып көріңіздер. Енді жауабына келетін болсақ, бізде бір number берілген, string 15. Енді бізге әрбір айнымалыға әр санды жазып алу керек. Нам 1 біздің тең 1-ді алуымыз керек. 1-ді алу үшін нам 1 дейміз де, тік жақшаның ішіне 0. Келесі сан 5. 5-ді алу үшін 1-ді жазамыз. Айнымалының атауы бірдей болмау керек. Енді осы жауап принтқа шығарамыз. Бірақ та принтқа шығармас бұрын біз оны интеджерға айландыруымыз керек. Себебі бізде қазір ол текст ретінде болып тұр ғой. Сол үшін int'ті қолданамыз. Int нам 1 қосылған int нам 2. Жауабын консольға шығарайық. Жауабы 6. Тағда басқа математикалық функцияларды қарайтын болсақ, бізде плюс, минус, көбейту және бөлу бар. Және де олардың айнымаларының типтерін тексеріп көрейік. Нәтижесі қалай болады екен? Файлдың атын types нижний пробел 1-ге өзгерттім. Себебі редактор проблема шығарып тұрды. Сарымен жаңа көріп отқандарыңыздай выделять етіліп. Сол үшін файлдың атын types 1 деп өзгерттім. Көргендеріңізде бізде бөлу бізге әрқашан float типтін береді. Соны ескере отырайық. Қалғандары int берсе, бізде бөлу float, әрқашан float береді бізге. Және келесі маңызды заттардың бірі ол математикалық есептеулердің басылымдылығы, яғни приоритеті. Ең бірінші математикада бізде жақшаның ішіндегісі бірінші орында алады, одан кейінгісі дәрежесі, одан кейінгісі көбейту және бөлу, екеуінің приоритеті бірдей. Ең соңында плюс және минус. Мысалға алып қарайтын болсақ, бізде 3 көбейтілген 3, қосылған 3, бөлінген 3, алу 3. Нәтижесін консольдан көрейік. 7-ге тең болды. Жалпы қалай істеп атқанын түсінбей отырсаңыздар, под капотом 3 көбейтілген 3, приоритеті бізде көбейту, қосу мен алудан бірінші приоритеті выше ғой, жоғары. Сондықтан бізде 9 болады. 3-ті 3-ке бөлген кезде 1, 9 қосылған 1, 10, 10 алу минус 7. Нәтижесі бізде 7. Ал енді
дәл осы берілген сандардың басылымдылығын өзгертіп, соңында бізде 3 деген нәтиже шығу үшін біз не істеуіміз керек? Паузаға қойып өздеріңіз шешімін тауып көріңіздер. Біз шешіміне көшеміз. Шешімі таптыңыздар деп ойлаймын. Жалпы ол қиын емес. Осы екеуін тек мына жақшаның ішіне алу керек. Енді нәтижесін көрейік. Нәтижесі 3-ке тең болды. Бұл жерде мен айтып өткендей жақшаның ішіндегі бірінші орынды алады. Яғни 3 қосу 3 6. 6-ны көбейтеміз 18. 18-ді бөлеміз 3-ке 6. 6 минус 3 нәтижесі 3-ке тең болды. Және келесі упражнение бізде индекс массы тела, дене массасының индексі. Бұл жерде бізде мысалға адамның бойы мен оның салмағы, және ол норма ма, норма емес па, ожирение ма, соның бәрін бізге көрсетіп беретін қазір программа жасаймыз. Бізде жоғары жақта формуласы берілген. Осы формула арқылы қазір біз программа жасаймыз. Формуласына қарайтын болсақ, M дегеніміз бізде салмақ, H деген ол бойы. Бойы 2 дәрежесінде. Pythonда бізде дәреже 2 көбейту белгісімен белгіленеді. Ең алдымен бізде салмақ берілген. Салмақты ағылшынша weight деп жазайық. 76. Бойымыз 1/75. Осыны жаңағы формулаға қойсақ, дене массасының индексі тең жаңағы салмақ бөлінген біздің бойымыз 2 дәрежесінде. Осыны консольға шығаратын болсақ, бізде нәтижесі өте ұзақ сан береді. 24 бүтін. Бізге осыны дөңгелектеп алсақ болады. Жалпы дөңгелектеу деген мысалға округление чисел. Мысалға алатын болсақ, сандарды 2-де 3 десек, округление. Біз оны 2-ге дөңгелектейміз. Және 5-тен үлкен болса, мысалы 6 болса, біз оны 3-ге дөңгелектейміз деген сияқты. Ол үшін бізде round функциясы бар. Қазір round функциясын қолданып көрейік. Round 2,6 бізде қалай дөңгелектейді екен? Нәтижесі 3-ке тең болды. Ал 2-де 5 десек, бізде нәтижесі 2-ге тең болды. Енді біздің дене массасы индексін дөңгелектейік. Нәтижесін қарасақ 25. Википедияны қарасақ, бізде кейбір массалар индекс массасын жылжымалы нүктемен, жалпы 18,5 дейді мысалға, float типті, integer емес float типті. Бізде раунд қолданғаннан кейін 25 тек қана бүтін сандар шығарып тұр. Біз раундты қолданғаннан кейін. Ал оның ар жағында нүктеден кейін біраз сандар болды ғой. Соның тек қана екеуін алу үшін, қазір мысалға қайтадан шығарайық, раундсыз. Қарайтын болсақ, мынау сандардың бәрін ысырып, тек қана 24 бүтін, мысалға 100-ден 81 деген санды алу үшін, одан кейінгі біз раундқа қосымша екінші параметр бере аламыз. Раунд үтір 2. Енді нәтижесін қарайтын болсақ, қазір бізге көріп отқандарыңыздай мына 6 дөңгелектенді, 1 2-ге айналып кетті. Яғни 24 бүтін 100-ден 82 беріп тұр нәтижесі. Бізге осындай формат керек болғаннан кейін осы форматты қолданамыз. Статичный ғой нәтиже. Енді бұны жаңағы юзер енгізе алатындай жасасақ, инпутты қолдануға болады. Input салмақты енгізіңіз. Көше салайық. Бойыңызды. Енді бізде юзер динамикалық түрде жаңағы өзінің кез келген весін және
ұзындығын енгізе алады. Салмақ мысалға 60 болса, бой метрмен есептеген кезде 1/78. Қазір бізде қате береді. Көріп отқандарыңыздай бізде input негізі string қайтарып отыр ғой. Ол не дегеніміз? Мысалы біздің айнымалы weight және height. Ол тип данных ол жерде string болып тұр. Stringті біз математикалық функцияда қолдана алмаймыз ғой. Сондықтан оны бізге алдын ала intқа айландыру керек. Біз мына жерде int функциясын қолданып кете алсақ болады. Int әр айнымалымызды intқа оборачивать етеміз. Енді программаны қайтадан бастасақ, бізде қате кету керек. Сонда да қате шығарып тұр. Value error invalid literal for int. Бізде мына жерде int емес float екен. Қате шыққан жақсы болды. Осылай қателерді қарап отырсаңыздар болады. Консольда бізге подробно қандай қате шығып тұрғанын бізге көрсетіп отырады. Мына жерде тіпті белгіленіп тұр, көріп отқандарыңыздай. Осыларды қарап консольдағы сіз өздеріңіз қателеріңізді жөндесеңіздер болады. Он 18/94. Қарап көрсек, 18/94 бізде норма. Келесі сабақта біз шарттарды жүрген кезде, біз әрқайсысын есептеп, шарт арқылы осы тексттардың бәрін жаңағы енгізген юзерға шығарамыз. Енді қазір соңғы өтетін тақырып осы видеода f-string. F-string дегеніміз жалпы біз тексттің ішіне айнымалыларды енгізе аламыз. Қандай типті болмасын, float болсын, int болсын, boolean болсын, барлық типтерді бір принттің ішіне жазып жіберуімізге болады. Оны қалай қолданамыз десеңіздер, мысалға, мына жерге тағы да бір айнымалы қосайық. Final деп. Final result. Және біздің дөңгелектенген диамайымыз бізде final resultқа тең. Енді f-string деген ол біздің қарапайым print. Сіздің дене массасының индексі. Осы жерге біз плюс арқылы жазып кетсек болады. Бірақ та үлкен көлемді текст болып арасына тағы көп айнымалы қосқан кезде ол өте ыңғайсыз болады. Сол үшін бізге Python'да f-string деген нәрсе бар. F-stringті қолдану үшін апострофтың алдында жақшадан кейін, ашылған жақшадан алдынан кейін просто жай ғана f деген әріпті қоямыз. Және де айнымалыларды біз фигурный скобқа жазамыз. Фигурный скобқа ішіне final result'ты қойсақ, осылай жазуға болады. Бұл синтаксис өте ыңғайлы. Бұндай синтаксис тек қана Python'да емес, тағы да басқа программалау тілдерінде қолданылады. Сондықтан осыны біліп жүрсеңіздер болды. Бірақ басқа программалау тілдерінде ол мысалы косые черточки дейді, осындай да қолданады. Бұл JavaScript'та қолданады мысалға. Ал Python'да оның синтаксисі осылай. F апострофтың алдында F қойылады. Енді осыны программаны запускать етсек, нәтижесін көре аламыз. Көргендеріңізде ешқандай қате жоқ. Мынау біз сонда текстті ешқандай плюссіз, үтірсіз, бұрынғы қолданған сияқты үтірсіз тек қана тексттің ішіне біздің айнымалыны қосып жібердік. Ол float болсын, мен айтып өткендей integer болсын, маңызды емес. Бұл f-stringтің преимуществосы деп айтып кетсек болады. Бүгінгі сабақта осы. Назар бөлгендеріңізге рахмет. Енді келесі сабақта қарастыратынымыз ол if, elif, else, яғни шарттар. Одан кейін кейбір логикалық операторларды да атап өтеміз.